الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين والحمد لله رب العالمين. Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар, қадірлі жамағат. Бүгінгі жұма күні баршамызға мүбәрәк болсын. Қадірлі жамағат, бүгін Құранның Ниса сүресіндегі әйелдерге қатысты, ізгі әйелдерге қатысты бір аятты тәпсірлегім келіп отыр. Ниса сүресінде былай дейді: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Салихалы әйелдер, ізгі әйелдер. Олар кімдер дейді? Міне соның анықтамасын жасап жатыр. Қанитатун, Аллаға түгелдей бағынатын, итағатшыл, Алланың үкімдерін, бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан бас тартатын әйелдер дейді. Хафизатун лил ғайби бима хафизаллах. Алла Тағала олардың құқығын қалай сақтаған болса, олар да ерлері қастарында жоқ кезде де ерлерінің хақын солай қорғайды. Осы аятта ізгі әйелдердің екі маңызды сипатын айтып отыр. Біріншісі әйелдердің Алламен байланысы. Екіншісі ізгі әйелдердің, салихалы әйелдердің ер алдындағы міндеттері. Осы екеуін орындаған кезде әйел кісі иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйіншілеуімен жұмақтық болады екен. Ізгі әйел болу өте маңызды нәрсе. Себебі ізгі әйел бұл қоғамның ұйытқысы. Ізгі әйел бұл болашақты тәрбиелейді. Ізгі әйел бұл ұрпақты тәрбиелейді. Ер адам бұзылатын болса, бір отбасы бұзылуы мүмкін. Ал бір әйел бұзылатын болса, бүкіл ел бұзылады. Оның көлеңкесі болашақ ұрпаққа түседі. Сондықтан Құран ізгі әйелдердің анықтамасында осы екі басты сипатты батырып тұрып, асын сызып тұрып айтады. Қанитатун хафизатун лил ғайб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы аятты тәпсірлейтіндей мынандай бір хадисті айтқан. Иза саллатил мар'ату хамсаха. Егер әйел кісі күніне 5 уақыт намазын толық орындайтын болса, وَصَامَتْ شَهْرَهَا, оразада, Рамазан айында бір ай бойы оразасын толық ұстайтын болса, وَأَطَاعَتْ وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا, ар-ұятын, намысын сақтайтын болса, яғни ерінің көзіне шөп салмайтын болса деген сөз. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, күйеуіне толық бағынатын болса, онда әйел дейді: «Тадхулу мин әйе әбуабил жәннәти шаәт». Жұмақтың кез келген есігінен кіруге мүмкіншілік алады дейді. Басқа бір риуаят айтады: «Қила удхили мин әйе әбуабил жәннәти ши'т». Осындай 4 шартты орындаған әйелге ақырет күні айтылады екен: сен жұмақтың қалаған есігінен кір. Құрметті ағайындар, құрметті жамағат, жұмаққа кіру тегін емес.
жұмаққа кіру оңай емес. Бірақ әйелдерге осындай бір 4 шартты орындасаңдар, жұмаққа кіресіңдер деп, және кез келген есігінен кіруге мүмкіншілік аласыңдар деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйіншілеп қойған. Ол оңай. 5 уақыт намаз, Рамазан айында ораза, және өзін ар-ұятын сақтау, төсегін ерлі зайыптылардың жар төсегін, былайша айтқан кезде, қазақша айтқанда жар төсегін бұлғамау, және күйеуіне толық бағыну, күйеуінің ризашылығын алу. Міне соны істейтін болса дейді, жұмақтың кез келген есігінен кіруге мүмкіншілік алады дейді. Еркектерге бұндай сүйінші жоқ. Бірақ әйелдерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осындай бір жақсы сүйіншісін айтып кеткен. Құранның аятын жалғастырайық. Қанитатун, Аллаға толық бағынатын әйел. Егер әйел салихалы болатын болса, Аллаға толық бағынатын болса, ол онда ерінің де діндар болуына септігі тиеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады: "Мән разақахуллаху имраатан салихатан", кімде кімге Алла тағала бір салихалы әйелді жар етіп нәсіп ететін болса, фақат аанаху аля шатри динихи фальяттақиллаха фил бақи дейді. Егер Алла тағала қандай да бір еркекке сондай бір салихалы тақуа жарды нәсіп ететін болса, онда ол ер кісінің діннің жартысы толық деген сөз. Енді қалған жартысын өзі ждақаттанып талаптансын, қалған жартысында сақ болсын дейді. Бұл не деген сөз? Әйел кісі тақуа болатын болса, Алла тағаланың алдындағы парыздарын орындайтын болса, ер кісінің діндарлығына бірден әсер етеді. Күйеуі намаз оқитын болса, әйелі шалқиып жататын болса, күйеуі арам дейтін болса, әйелі оны адал дейтін болса, күйеуі парыз дейтін болса, оны жоқ дейтін болса, ол үйде береке болмайды. Ол үйде үйлесімділік кетеді. Бір күні күйеуінің де діндарлығына көлеңке түсіп, намазын тастап жіберуі мүмкін. Аллаға толық бағынатын әйел бұл қанағатшыл келеді. Әр нәрсенің Алладан екенін біледі. Рызық нәсіптің Алла тағала қандайын берсе де соған ризашылық танытады. Ал діндарлығы жоқ әйел болса, керісінше ол қанағатсыз, күйеуіне ананы алып бер, мынаны алып бер, ана пәленшенің әйелі мынандай шуба киіп апты, пәленше өзінің әйеліне туған күніне машина алып беріпті, ана пәленше өзінің қайнысына мынандай дүркіретіп той жасап беріпті, ата-анасына Алматының қақ ортасынан үй алып беріпті деп күйеуіне салмақ сала бастайды. Сосын күйеуі не істейді? Үнжырғасы түседі. Сосын барып ол діндарлықты ұмытып, жаңа әйелінің қалауын орындау үшін ұмтыла бастайды. Сөйтеді, адал арам демей, жақсы жаман демей, сол әйелінің қалауын орындауға жүгіреді де тұрады. Бұндай қанағатсыз әйелдің жанындағы еркек те өзінің дінін ұмытады, ақыретін ұмытады, намаз оқушы намазына басқаша қарай бастайды. Былайша айтқан кезде діндарлығына толықтай көлеңке түседі. Сондықтан салихалы әйел қанитатун дейді, бірінші шарты Аллаға толық бағынған деген сөз. Алла не бұйырады, соны істейді. Намазы толық, оразасы толық, қанағаттың не екенін біледі, ақыреттің не екенін біледі, обал мен сауаптың, жазаның бәрін біледі. Міне сондай әйелі бар адамдар, олар бақытты. Сондай әйелі бар адамдарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, ондай кісінің жарты діні, діндарлығының жартысы толық дейді. Қалғаны енді өзі ждақаттанып талаптансын дейді. Алла тағала кімге осындай әйел берсе, ол қуансын деп отыр. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, түнде тұрып, түн ұйқысын 4 бөліп, тәһәжүдке тұрып, былайша айтқан кезде намазын оқып, одан кейін барып өзінің әйелін, әй сенде тұр, намазыңды оқы деп оятып, оянбаса ұйқысын қимай, бетіне
бір мейірімменен су бүркіп шашса, сөйтіп оятып алса, ондай еркектен Алла тағала разы болсын, ондай еркекті Алла тағала өзінің рахымына бөлесін дейді. Хадистің жалғасын айтады. Түнде тұрып, түн ұйқысын 4 бөліп, намазын оқып, одан кейін барып күйеуін оятып, күйеуі оянбай қойса, сондай бір мейіріменен бетіне су бүркіп шашып оятқан әйелден Алла тағала разы болсын, сондай әйелді Алла тағала өзінің рахымына бөлесін дейді. Міне, құрметті ағайындар, егер біздің діндарлығымыз толық болатын дейтін болсақ, толық болсын дейтін болсақ, әйеліміздің діндарлығына көбірек көңіл бөлуіміз керек. Әйеліміз салиқалы болсын дейтін болсақ, ізгі әйелдердің қатарына қосылсын дейтін болсақ, онда оның діндарлығына көңіл бөлуіміз керек. Ең бірінші, біз мысалы кейбір ер кісілер бар, күйеулер намаз оқиды, бірақ әйел намаз оқи ма, оқымай ма қарамайды. Өзінің намазы түгел болса болды деп ойлайды. Олай емес. Егер әйелім салиқалы болсын дейтін болсақ, әйелім менімен бірге жұмаққа кірсін дейтін болсақ, онда әйеліміздің, бала-шағамыздың намаз оқуына, діндар болуына көп еңбек етуіміз керек. Соған қажыр қайратымыз бөлуіміз керек. Егер әйеліміз салиқалы болмайтын болса, онда біздің діндарлығымыз толық болмайды. Ол қаңыр тартып тұрады бір жаққа қарай. Оның ойы басқа жақта, сенің ойың басқа жақта болады. Сен ақырет дейсің, ол дүние деп тұрады. Бұндай жерде береке болмайды, құрметті ағайындар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ізгі әйелдер сипаттаған кезде мынандай бір хадисін айтады. Әла ухбирукум бин нисаикум мин әхлил жанна. Сіздерге жұмақтық әйелдер туралы айтайын ба дейді. Қандай әйелдердің жұмақтық екенін айтайын ба дейді. Әл-вадуд, әл-валуд, әл-ауд аля заужиха. 3 сипатты айтып отыр. Әл-вадуд, сені жақсы көретін, өзін жақсы көрсететін, сені қалай болса солай қабылдайтын, сенің кемшілігімен бірге қабылдайтын әйел деген сөз. Әл-вадуд, бар болмысымен жақсы көретін деген сөз. Әл-валуд, көп балалы болуға ұмтылатын әйелдер дейді, жұмақтықтар дейді. Бір бала туып болды, мен фигурам бұзылады, дене бітім бұзылады, тумайым десе, ол әйел пайғамбарымыз айтқан жұмақтық әйелдердің сүйіншілеген жұмақтық әйелдердің сипатына лайық емес деген сөз. Әйелдің негізгі міндеті жақсы жар болу, жақсы ана болу, көп бала туу, отанды, елді, жерді қорғайтын азаматтарды дүниеге келіп, солар тәрбиелеу. Әл-валуд. Кейбір әйелдер көп бала тусам, мен уақытым сонымен өтеді, дүниеден ешқандай бір қызық көрмеймін. Соларды жұбатып, солардың тамағын беріп, солардың киімін жуып үтіктеп, сонымен өмірім өтеді. Bir bala болса болды маған деп туудан бас тартатын әйелдер қазір көбейіп бара жатыр. Тіпті бір баланың өзін дұрыс бақпайды. Бір нянка дегенді алып алады, сол қарайды оған, өзі қыдырып жүреді жаңағы құрбыларымен бірге. Ол өзінің баласына мейірім төкпеген, өзінің омырауынан баласына емізбеген әйелге ол бала мейірімді болмайды ертең. Ертең сол бала әйел анасына құрметсіз танып жатса, кінәнің басқасынан іздемесін, өзінен іздесін. Өйткені ана өзінің құшағына алған кезде тек қана омырауындағы сүтін бермейді. Сүтімен бірге өзінің мейірімін төгеді. Рухани байланыс пайда болады. Сондай балалар ертең аналарын құрметтейтін болады. Ал оны бөтен біреуді жалға алып бақтырып қойып, оған мен балам деп айтудың өзі дұрыс емес. Балам деу үшін ана өзінің мейірімін төгу керек. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұмақтық әйелдер кімдер екенін айтайын ба деген кезде екінші сипат ретінде осыны айтады. Әл-валуд. Көп балалы болуға ниеттенген әйелдер. Енді Алла бермесе ол басқа мәселе. Бірақ өзі Алла берсе туамын, бас тартпаймын деген әйелдерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иншаллах жұмақтық әйелдер дейді. Үшіншісі әл-ауд аля заужиха. Әл-ауд дегенді хадистің жалғасы түсіндіреді. Ауд деген не? Әлләти иза әдәт әу узият. Ол сондай әйел дейді. Егер күйеу оны ренжітетін болса, немесе ол күйеуін ренжітетін болса,
Ол не дейді дейді? Жаат хатта таъхуза бияди зауджи сумма тақул Аллахи лән азуқа ғумди хатта тарда. Күйеуіне ренжіді, күйеуін ренжітті, немесе арада енді отбасы болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Біз пендеміз бәріміз, ренжітіп қоямыз, бірде қатты етіп қоямыз. Сырттағы жағдай үйдегі көңіл күйге әсер етуі мүмкін. Күйеуі келіп сырттағы ашуын ең жақсы көретін адамына шығаруы мүмкін. Басқа жерге біз айқайлай алмауымыз мүмкін, еркектер. Басқа жерге ренжи алмауымыз мүмкін. Бірақ әйел байғыз көтереді деп, ең жақын адамым деп кейде біздің шекеміз сірке көтермей тұрады. Сондай кезде дейді, ренжітіп алсақ, ренжитін болса, немесе күйеуі оны ренжітетін болса, немесе ол күйеуін ренжітетін болса, не дейді? Жаңа ауыт деген әйел сипат. Ол дейді, күйеуіне келеді дейді. Күйеуінің қолын ұстайды дейді. Яди фи ядик, менің қолым сенің қолыңда, басқа бір айтады. Аллахи, Алла тағала ант етейін. Сен менен разы болып кешірмейінше, мен бүгін ұйықтамаймын, көз ілмеймін деп айтады. Не деген әйел десеңші? Өзің кінәлісің, күйеу. Бірақ әйелің келіп сені кешірім сұрап тұр да. Қандай Міне, осы салихалы әйел, кішірейе білетін әйел, басы ие білетін әйел. Кейде болады ғой, бір кішкентай бір нәрсені айтып қалуы мүмкін, әйелін 40 жыл, 40 күн тез қарап кетуі мүмкін. Бүкіл құрбыларына жамандап, төркініне жамандап, айтпаған нәрсе жоқ, араны суытып жіберуі мүмкін. Кішкентай нәрсені үлкейтіп, сол ажырасуға алып келуі мүмкін. Нағыз дана әйел, нағыз салихалы әйел, күйеуі кінәлі болып тұрса да келіп, басын кішірейтіп, қолына беріп, күйеуім, мен сен разы болмайынша бүгін ұйықтамаймын. Ұйқы кірмейді көзіме деген сөз. Бұл адам табиғатына солай сіңіп кеткен кезде айтылатын әңгіме бұл. Себебі ол күйеуіне бағынған кезде, құрметті ағайындар, ол күйеуіне бағынып жатқан жоқ. Кімге бағынып жатыр білесіздер ме? Аллаға бағынып жатыр. Өйткені бағынуды кім бұйырып отыр? Алла бұйырып отыр. Қанитатун хафизатун лил ғойби бима хафизаллах. Алла тағала олардың құқығын қалай қорғаған болса, олар да өздерінің еркектерінің ар намысын, дүние мүлкін, құқығын, сырын солай қорғайды дейді. Еркектер қасында болмаған кезде деген сөз, тем более еркектер жанында болса, оны еселеп қорғайды деген сөз. Көзіне шөп салмайды деген сөз. Дүние мүлкін таратпайды деген сөз. Ақырын туған туысына, қайын жұртына төркінін жібермейді деген сөз. Сырын ашпайды деген сөз. Салихалы әйел үйдегі болып жатқан анау-мынау әңгімелерді жұртқа, жалпақ жұртқа жария етпейді. Әсіресе мына жеке мәселелері болатын болса, төсек қасындағы, оны мүлдем ешкімге айтпайды деген сөз. Сырын толықтай сақтайды деген сөз. Міне осы екі сипаты бар әйелдерді Алла тағала толық бағынатын, күйеуіне толық бағынып, соның құқығын қорғайтын, ар намысын сақтайтын әйелдерді Алла тағала не деп отыр? Фассалихат, салихалы әйелдер деп отыр. Қадірлі жамағат, күйеуін күтіп алып, соған бір көңіліне қуаныш сыйлайтын әйел де ең қайырлы әйелдердің қатарында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде айтады: хайрун ниса, әйелдердің ең қайырлысы кімдер екенін айтайын ба дейді. Иза назарта сарратка. Оған қарайтын болсаң дейді, көңіліңе бір қуаныш келеді дейді. Күлімдеп сала бересің дейді, сондай әйел дейді. Міне ең қайырлы әйел осылар дейді. Ол не деген сөз? Кейбір әйелдер болады, қабағына қар жауып, не айтсаң да, қандай жақсылық жасасаң да, қалай келсең де беті тыжырайып тұрады. Ондай әйел қайырлы әйел емес. Сен қай жерден келсең де үйге қарай жүгіріп келетін дейді. Әйеліңнің мүбәрак жүзін, мәлика дидарын көруге асығатындай әйел болса, бұл салихалы әйел, ең қайырлы әйел деген сөз. Әшейін үйге қарай зытатын болуың керексің ба?
сағынып тұруың керексің, қанша жыл өмір сүрсең де. Неге? Өйткені әйелің сенің жүзіңе, көкірегіңе, көңіліңе қуаныш сыйлайды. Келген кезде қош келдің патшам деп күтіп алады. Патшадай. Бұл не деген сөз? Бұл тағы да біздің қоғамда көп қайталанатын, өте жиі қайталанатын бір қателікті түсіндіріп отыр. Үйге келген кезде әйелі ұйқыдан тұрып, көзі ісіп кеткен, шаш таралмаған, үстіне жаман-жаман халатты киіп алған, үй шашылып жатыр, тамақ дайын емес. Осында әйелге қарап күйеуі қуана ма? Көңіліне бір қуаныш келе ма? Керісінше есік жабады да ақыры шығып кетеді. Қызықты басқа жақта іздеуі мүмкін ол. Достармен отыруы мүмкін, басқа жаққа баруы мүмкін. Күйеуі келген кезде үй тап-таза тұру керек. Тамағы дайын тұру керек. Үсті басы реттеліп, тіпті ислам діні басқа еркектердің алдында боянуға рұқсат етпейді. Бірақ өз еркегінің алдында әдемі болу үшін боянатын болсаңыз, оған рұқсат етеді. Күйеуінің көңіліне қуаныш сыйлау үшін дін әйелге бәрі нәрсені рұқсат етіп қойған. Боянам дейсіңдер ме? Бояндар. Бірақ кімнің алдында? Күйеуінің алдында. Ол бізде керісінше тойға барар кезде барымыз киеді, жылтырап боянады. Кім үшін? Күйеуіне келген кезде жаңағыдай көзі ісіп кеткен, шашы алба-жұлба, ескі құсқы халатты киіп алып шығады. Ондай әйелге еркек қуанып келмейді. Көкірегіне, көңіліне қуаныш сыйламайды, құрметті ағайындар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады: "Иза атала алейкумус сафар ау ғайба фала ютарриқ ахлаху лейлан" дейді. Кімде-кім ұзақ уақытқа бір жерге кететін болса дейді, сапарға, ұзақ уақыт отбасынан жырақ қалатын болса, былайша айтқан кезде командировка кететін болса деген сөз ғой қазір айтқанда. Үйіне келер кезде айтпастан, кенеттен сюрприз болсын деп келмесін дейді. Неге? Түнде келмесін деген сөз ғой былайша айтқанда. Айтып келсін дейді. Өйткені екі мәселе бар. Біріншісі қорқып қалуы мүмкін. Ғұлама айтады, кенеттен келген кезде қорқып қалуы мүмкін әйел. Кім келді екен деп. Екіншісі дейді, ана әйел күйеуін қалай болса солай күтіп алуға душар болмау керек. Түнде келіп тұрсың, шашы алба-жұлба, күйеу шошып кететіндей күйде болмасын деген сөз ғой. Дайындалып, ең жақсы тамағын пісіріп, үйін жинап, қош иіспен ерің патшадай күтіп алсын деген, соған дайын болсын деген сөз. Сол дайындауға мүмкіншілік беріңдер, міндетті түрде хабар беріп келіңдер дейді. Міне құрметті ағайындар, халиқалы әйел деген осындай әйел. Бізде кейде еркегі бір нәрсе айтатын болса, әйел 10 сөз айтатын жағдай бар. Еркек қателі болуы мүмкін. Жаман еркекті жақсы әйел адам қылады. Майлы қожа айтады ғой: көргенді жерден қыз алсаң, жігіттердің жаманын адам қылар дейді. Көргенді жерден қыз алсаң, жаман жігітті адам қылады дейді Майлы қожа. Жаман қылды адам қылар. Ұшқыр қылар шабанын дейді. Жаман аты болса, соның өзін ұшқыр қылып жүреді. Баяғыда бір молдаға келіпті бір. Осы үйімізде күнде ұрыс керіс, не істеріміз білмей кеттік. Күйеуім өте нашар адам, мінезі жаман адам, айқайға басады да тұрады. Не бір түсініспейді. Осыған бір оқитын бір дұғаңыз бар ма? Бір дем салып бересіз ба? Не болды бізге деп келеді ғой. Сонда жаңа молдекең тұрып, бір тасты алып, 7 рет фатиханы оқып, айтты: мынау өзі қасиетті тас, дұғаланған тас. Осы тасты күйеуіңіз айқайға басып, ренжіте басқан кезде аузыңға салып алыңыз деп. Сонда не керек? Жаңағы күйеуі сәл ашуланып, үйдегі ауа райы бұзыла қалса, жаңағы тасты алып алады екен да, аузына салып қояды екен. Ұрыс керіс жоқ. Сонда қуанып, жаңа молдаға келеді ғой. Молда екен: мына тасыңыз қандай керемет дұғалы тас, осындай болды деген, ол таста тұрған ештеме жоқ дейді. Бәрін білдіріп жүрген өзің дейді.
Сен күйеуің ұрысқан кезде үндемей ақ қоя салшы дейді. Ол сырттан келді, ашуланып келді. Ол еркек, ең жақсы көретін адамына өзінің несін еркелеп шығарып жатыр. А сен оны көтере алмайсың, бірден айқайға басасың. Ашуланған кезде адамның жарты ақылы жоқ. Тіпті хадис айтады, 3-2 ақыл жоқ дейді. Ол не айтып тұрғанын білмейді дейді. Ашуланған кезде адам түрпен басып біреуді өлтіріп қоюы мүмкін. Өйткені оның ақылмен істеп тұрған жоқ. Ашу басып тұр. Сол сияқты ашулы кезде еркек не айтпайды. Бірақ оны жақсы көрген адамын айтады. Сондықтан әйел адамдар еркегі ашуланған кезде үндемей қоя салатын болса, бәрі шешіледі. Сосын бәрі басылғаннан кейін, ақылы қайттан келгеннен кейін, есі кіргеннен кейін бар, әй сенің осың дұрыс болмайды-ау. Негізі былай болғанда былай болар еді ғой десе, еркек сол кезде тыңдайды. Ашуланып тұрған еркек тыңдаушы ма ол? Сол жерден ерегес басылады да, сол жерде мүлт кетеді. Сондықтан құрметті ағайындар, құрметті әйелдер қауымы, салихалы әйелдерді Құран 2-ақ сөзбен айтқан. Қанитатун, Аллаға толық бағынатын, хафизатун лил ғайби бима хафизаллах, ерінің құқығын ері жоқ кезде де, бар кезде тем более қорғап сақтай білетін әйел дейді. Міне Алла тағала жарларымызды салихалы болу нәсіп етсін. Қыздарымызды солай қазірден бастап тәрбиелеуіміз керек. Мысалы, қазірден бастап қыздарымызға келген қонақтардың аяқ киімін шөткілетіп, тазалатып қойып үйретуіміз керек. Ер адамдар келеді ғой қонаққа. Сол кезде қонақтардың кетпей тұрып, қыздарымыз үйдегі, соларға қызмет, сауап болады деп, соны үйретіп қоятын болса, тазалайтын болса, ол ертең ерін де солай құрметтейді. Біз бала шағамызды осылай тәрбиелеуіміз керек. Аналар қыздарды осылай тәрбиелеу керек. Мына біздің әкелеріміз, шешелеріміз бізге қандай тәрбие берді? Мысалы, шешеміз әкеміздің көзінше дауыс көтермейтін. Бір нәрсені шешем мынаны істейік деп келсек, әкең келсін, әкеңнен сұрайық дейді қараңыздар. Әкенің мәртебесін көтеріп қояды. Жоғары. Әке бізге бір патша сияқты, әкеміз бізді ұрмайтын, айқайлап ұрыспайтын, бірақ бір бүйтіп қабағымен қарағаны бізге жететін еді. Ол мың ұрысқаннан да салмақты. Неге салмақты ол? Өйткені әйел біздің әкеміздің, әкелеріміздің абыройын көтеріп қойды біздің. Патша сияқты қойды. Бір құрметті адам қылып қойды. Ал енді әйел бала шағасының көзінше күйеуін жерден алып жерге салып тепкілеп жататын болса, неше түрлі сөзбенен абыройын түсіріп, ондай еркектің қадірі кетеді. Ол әйеліне сөз етпек тұр, бала шағасына да сөз етпейді. Сондықтан біз өзіміздің қарым-қатынасымызбенен бала шағамызды тәрбиелеп жатқанымызды ұмытпайық. Алла тағала салихалы әйелдердің көп болуы нәсіп етсін. Әйел сөйлейтін болса, ел сөйледі. Әйел сөйлейтін болса, болашақ сөйледі, ұрпақ сөйледі, қоғам сөйледі. Алла тағала осы айтылған уағыздарменен амал етуді баршамызға нәсіп етсін.